Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен медовик тортының ең оңай оқтаумен жаюды қажет етпейтін жұп-жұмсақ болып шығатын өте дәмді рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Керекті ингредиенттердің барлығын описаниеге жазып қалдыратын боламын, сол жерден көрсеңіздер болады. Ең алдымен біздер ыдысымызға сары майымызды, бөлме температурасындағы қантымызды, балымызды салып қоятын боламыз. Содан соң қаймақтың үстіне бір шай қасық содамызды салып, жақсылап араластырып қоямыз. Шамамен 10-15 минутқа, сол кезде бізде реакция жүретін болады. Ендігі кезекте біздің ыдысымызға салып қойған, дайындап қойған смесімізді водяной баняға, яғни су моншасына осылай видеода көрсетілгендей ерітетін боламыз. Видеода көрсетілгендей венчиктің көмегімен барлығын жақсылап ерітіп аламыз. Содан соң оның үстіне қаймаққа қосылған ас содамызды қосып, тағы да венчиктің көмегімен барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Бізде сол кезде реакция жүретін болады. Біздің смесіміз, яғни дайындап қойған смесіміз барлығы көпіріп, аппақ, осылай видеода көрсетілгенде көпіршіктер пайда болады. Біздің смесіміз 2-3 есеге ұлғаюы керек. Осылай венчиктің көмегімен барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Бізде осындай аппақ көпіршіктер пайда болады. Ендігі кезекте біздер жұмыртқамызды бір-бірлеп қосып, барлығын миксердің көмегімен араластыратын боламыз. Міндетті түрде бір-бірден қосуларыңыз керек. Осылай барлық жұмыртқаны қосып, венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Ал достар, ендігі кезекте біздер ұнымызды қосатын боламыз. Ұнымызды да шамамен 2-3 бөлікке бөле отыра қосуларыңыз керек. Я болмаса, барлық ұнды бірден қосатын болсаңыздар, сіздердің массаларыңызда түйіршік пайда болуы мүмкін. Сондықтан 2-3 бөлікке бөле отыра венчиктің жоғары жылдамдығымен араластыруды ұмытпаңыздар. Мінеки достар, осылай араластырған нәтижесінде бізде осындай өте сұйық масса пайда болады. Видеода көріп тұрсаңыздар, осындай масса сіздерде де пайда болуы тиіс. Ал ендігі кезекте біздер корждарын дайындайтын боламыз. Мінеки осындай пергамент қағазына, я болмаса тефлонный коврикті төсейміз. Содан соң осындай форма қажет, менде 24 сантиметрлік форма. Содан соң біздің дайын болған массамызды шамамен 170-180 граммдай өлшеп аламыз. Содан соң осылай формамыздың ішіне төсеп, барлығын біркелкі етіп орналастыратын боламыз. Мінеки достар, барлығын жақсылап біркелкі етіп орналастырып алдық. Ал ендігі кезекте формамызды жайлап алатын боламыз. Содан соң 180 градуста шамамен корждарымыз қызарғанша пісіріп аламыз. Ал ендігі кезекте піскен корждарымыздың үстіне осылай формочка арқылы біздер бір форма жасайтын боламыз. Яғни артық жерлерін кесіп, біркелкі етіп кесіп аламыз. Сіздер өздеріңіздің қалауларынша тарелканы қойып, үстінен бастырып алсаңыздар да болады. Содан соң осындай қалдықтарын жинап қоямыз. Қазір ол біздің торттарымызда семдеуге қажет болады. Мінеки достар, осындай өте дәмді, әрі жұп-жұмсақ корждар пайда болады. Ал ендігі кезекте тортымызды осылай жинайтын боламыз. Сіздер креміне әртүрлі крем түрлерін пайдалансаңыздар болады. Мен мұнда қаймақпен вареный сгущенканы араластырып, сондай крем түрін қолдандым. Ал достар, ендігі кезекте мұнаға қалдықтарын осылай барлығын уатып алып, тортымызды әсемдеуге қолдандым. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген үміттемін. Егер де жасап жатсаңыздар, сіздерден кері байланыс күтемін. Комментарийге қалдырып кетсеңіздер болады. Мінеки осылай барлығын жақсылап әсемдеп алдым. Менің каналыма кіріп, қолдағандарыңызға көп-көп рахмет. Сіздерге ас болсын.